Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Unreal Chemist соткада қалай қолданамыз, соны қарастыратын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шанына басуды ұмытпа, және достарыңмен бөлісе отыр. Play Market'тен осындай Unreal Chemist деп ағылшын тілінде жазып, осы приложение скачать етіп аламыз. Ол ешқандай да платный емес, бесплатный версиясын таңдап қолдана береміз. Яғни мына жерде плюс деген жерді басқан кезде ішіне кіріп, осындай сізде қоспалар, сулар, ерітінділер, тұздар, қышқылдар және pH ортаны анықтайтын метилоранж, лакмус, сілтілік орта, әлде металдық па, қышқылдық орта ма, қандай орта екенін анықтаудың ең оңай жолы осы приложение арқылы көрсек болады. Осындай даже бізде металдардың, тұздардың жалын түстерін көруге болады. Мысалы, salts деген тұз ағылшын тілінде. Біз осы мыстың тұзын алдық. Оның түсі көк болып тұр, ұнтақталған түрінде. Оны экранды жылжыту арқылы жоғары төмен оны көре аламыз. Оны жандырған кезде жалын түсі бізде қазір пайда болады. Ол жалын түсі жасыл болады. Яғни мыстың тұзы бізде Cuprum S4 жандырған кезінде жасыл түсті жалын пайда болады. Бұл өте тиімді приложение, оқушыларға да және мұғалімдерге, студенттерге, кез келген білім алам деуші адамдарға осы приложение ең керекті және ең оңай приложенияның бірі болады. Осындай мысалы марганецті алдық біз металдардың ішінен. Металдарды немесе бейметалдарды алуға болады. Марганецтің түсі бізде жасыл болып тұр бұл жерде. Және де тағы бір элементті алып көрейік. Мысалы титанды алдық. Ағылшын тілінде титаниум. Оның жалындысын жандыру арқылы көрген кезде қызыл сары болып тұр. Енді бұл жерде acid деген қышқылдар, базис деген негіздер, вата деген су, salt solution деген тұздардың ерітіндісі. Біз қазір тұздардың бір ерітіндіні алдық. Енді дропис деген қосатын затымызды таңдап жатырмыз. Мысты алдық, оған қосатын. Мысты қосқан кезде бізде ешқандай өзгеріс болмады. Осы күйінде қалады. Енді біз келесі salt solution'нан тұздардың ерітіндісіне біреуін таңдап аламыз. Оған қосамыз. Плюс деген батырманы басып қосамыз. Яғни дропис деген қосу. Осы жерден кез келген ерітіндімізді алып қосамыз. Және ана жерде плюс деген батырманы бассақ, осындай бізде реакция теңдеуін құрастырып береді. Яғни темір гидроксиді бізде тұнбаға түсіп тұр. Темір хлориді мен калий гидроксиді әрекеттеседі. Нәтижесінде темірдің 3 гидроксиді және калий хлориді түзіледі. Бұл жерде металдардың жалындысын көруге болады, түрлі ерітінділерді көруге болады реакция теңдеуімен бірге. Тұздардың ерітіндісінен біреуін алдық. Енді оған қосатын затымызды таңдайық. Нитрик acid деген азот қышқылы. Кальций хлоридіне азот қышқылын қосқанда ешқандай өзгеріс болмайды, бізде түссізденіп кетеді. Яғни кальций нитраты. Нитрат болса бізде NO3 болады. Базис деген бізде негіздер. Бір негізді алайық. Кез келген бір негізді алып, оны қышқылмен әрекеттестіруге болады. Нәтижесінде алмасу реакциясы болады, және де реакция типі бойынша орынбасу реакциясы да болуы мүмкін. Енді бұл жерде лакмусты қосу арқылы біз қандай орта, pH қандай орта екен анықтай аламыз. Мысалы, күлгін түс болуы мүмкін, сары болуы мүмкін, немесе қызыл болуы мүмкін. Олардың түсіне қарай біз сілтілік ортама, қышқылдық ортама, pH индикаторын анықтауға болады екен. Осылай приложенияны өз қалағандарыңызша қолдануға болады. Енді бұл жерде қышқылдардың ерітіндісі бар және тұздардың ерітіндісі бар. Соның кез келген біреуін таңдап алып, қосатын затымызды анықтап аламыз. Мысалы, ерітіндіге жаңа қантты қосқан кезде, қышқылдың ерітіндісіне қантты қосқан кезде полный қап-қара түске еніп кетеді.
Тағы да бір су қосылған етіндіні алайық. Енді бұл жерде көптеген заттарды қоссақ болады. Мысалы сыр, мармелад, жаңағы ірімшік деген сияқты. Біз қазір шоколадты қосып көріп жатырмыз. Шоколадты қосқан кезде ол да еріп, полный қара түске айналып кетеді. Көрдіңіздер ме? Бу шығып жатыр, иә, қайнап жатыр. Яғни тұздардың ба, әлде қышқылдардың ба, сілтілердің ба, бір кез келген ерітінділерді алып, оларды бір зат салып көруге болады. Фрукты салуға болады, жаңағыдай шоколад, түрлі мармеладтарды салып, олардың өзгерістерін байқауға болады екен. Келесі біз сол ерітіндіге мармеладты салып көреміз. Канди деген мармелад салған кезде ол да жаңағы қайнап, қап-қара түске айналып кетті. Нәтижесінде бу шығып жатыр, иә. Осындай реакцияларды көзбен көруге болады екен. Бұл приложение қызық болса, өзіңе скачать етіп ал.